Все. Сори, простите. Барлықтарыңызға қайырлы күн, қымбатты достар. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен жастарды насихаттау, ілгерілету бойынша феномен жас жобасы аясында біз подкасттар легін жалғастырудамыз. Бүгін бізде қонақта Нұрасыл мырза, Сабыржан мырза, қош келдіңіздер. Өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер. Қош көрдік, рахмет үлкен. Осы ортаға шақырып, пікір алмасуға арнайы уақыт бөліп жатқандарыңызды. Республика бойынша жұмыс жасайтын Сенім мен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігі бар. Мен сол бірлестікте медиа және ақпарат бөліміне жетекшілік етемін. Қош көрдік, Бота ханым. Тәуелсіздік жылдарында жаңа айтып өттіңіз ғой, жетістікке жеткен жастардың қатарына қосып бүгінгі подкастқа шақырғаныңызға қуаныштымыз. Көп рахмет айтамын. Қазіргі таңда мен Республика партиясы Қызылорда облыстық филиалының жастар бірлестігінің төрағасымын. Одан бөлек ғылым және жоғары білім министрлігі жанындағы студенттік омбудсменмін. Өте керемет. Сіздерді осылай арнайы көруге ниет етіп отырмыз жоба аясында. Жалпы біздің жобамыз табысты жастармен жұмыс, табысты жастарды мотивация ретінде ниет жастарға арнайы рөлдік модельді қалыптастыру болып табылады. Сіздердің ойларыңызша жалпы табысты адам деген кім? Өте керемет жоба. Негізі мен осы әлеуметтік желілерден байқадым, оқыдым, бірнеше рет жаңағы шараларыңызды көрдім. Расымен де бірінші проблема анықталып алады, одан кейін жоба әзірленеді дейді ғой. Сол секілді нақты бір проблеманы тауып, сонымен жұмыс жасап жатыр екенсіздер. Бұл өте қатты қуантады. Көтерілетін негізгі мәселелер де осы. Енді жаңа сұрағыңыз сіз қойғандағы Абайдың толық адам деген концепциясы бар ғой. Әр адам табысқа жету үшін ол белгілі бір кезеңдерден өтуі керек. Міндетті түрде ол сәтсіздікке ұшырау керек, ол құлауы керек, ол сүрінуі керек, ол жаңылысу керек. Бірақ дәл осы этаптарды жаңағы өту барысында этаптар болып жатқан процестерде кейбір адамдар осы жерде сынып қалады. Уже ары қарай бізге жол жоқ деген сияқты бір нелерін айтып жатады. Кішігірім реніштерін, өкпелерін, жаңағы айтады ғой, Міржақып Оян қазақтың фильмінде Міржақыптың жаңағы түрмеде отқан кезінде сухарикидан құрастырып алған жаңағы шахматтарын алып кетіп бара жатқан кезде қайтадан жасап аламын дейді ғой. Сол секілді әрбір адамдарда бір осындай нәрсе болуы керек деп есептеймін өзім. Қайтадан жасап алатын оның мүмкіндігі бар. Біздің ағартушыларымыз айтады, қайға келсе қарсы тұр, құлай бермей дейді. Біз барлығын ойлаймыз. Ол бұрында да болған. Біздің мысалы қазір тарихтардан оқып жаңағы білетіндеріміз бай десе ол саран адам, ол надан адам, ол тек қана өзінің отбасындағы бірнеше адамдарды ойлап қалған адам деп ойлаймыз. Бірақ баяғыда кім болды? Байлар деген бір ауылдың байы болса, ол сол ауылдың барлығын асырады, сол ауылдың барлығын жұмыспен қамтыды, сол жаңағы малын берді, егініне жіберді, тағы да басқа әрқайсысына функционалдық міндеттер берді деген секілді. Осындай нәрселер қатты қалыптасып қалған. Енді жаңағы табысты жас дегенге айналып келіп тұр ғой, осының барлығы. Табысқа жету үшін міндетті түрде осы этаптардан жетуі керек. Біз табысқа жеткен адамдарды қазір дұрысынан қабылдауымыз керек. Ол сәйкесінше жолын бөгемей, ары қарай не дейді, жаңағы бір ыңғайсыз сөздер бар ғой, ағалары бар, тағы жақсы таныстары бар деген сияқты жоқ. Өйткені оған осы шақырып отқан біздің өзімізді дәлел қылып алсақ болады. Мысалы, Сабыржан мырза да біледі, біз қазіргі күнге дейін жасап жатқан мысалы ресми екінші, үшінші қызметіміз ба, біз мұнда жұмысқа шақыртумен келдік. Бізді шақырды. Астана қаласында, Қызылорда қаласында да жұмыс істедік, аудандық деңгейлерде де жұмыс жасап көрдік. Сол уақытта енді мақтанатын нәрсе емес, бірақ мысал болсын деп айтып отырмын. Біз біреудің есігін қағып барған жоқпыз. Олар бізге келіңізші, бізде жұмыс жасаңызшы, сізге бір осындай нәрселер қарастырып жатырмыз деген секілді ұсыныстар болды. Енді табысты адам деген менің ойымша, жаңа Нұрасыл мырзаның айтқанына толықтай келісемін. Табысты адам деген ол қалталы адам емес. Яғни қымбат көлік мініп, үлкен жалақы алып, одан кейін жаңағындай сәндік, мықты дизайндағы, брендтегі киімді киетін адамды мен табысты деп айта алмаймын. Табысты адам деген ол өзінің алға қойған арман мақсатына кезең-кезеңімен, белгілі бір қиыншылығымен, ауыртпашылығынан өтіп, соның қадірін түсініп, соны айтады ғой қазақта, семіздікті тек қой көтереді дейді. Соны мына белінен өткізіп басына бақ қылып қондырған адамды мен табысты адам деп айта аламын. Және де
өзгемен емес, өлгенше өзіңмен күрес дейді ғой. Өзімен өзі арпалысып, өзімен өзі күресіп жүрген адам ол табысты адам. Жалпы сонда қазіргі жастардың ортасында тенденция, тренд, мысалы соңғы үлгідегі iPhone ұстасаң, немесе брендті киім кисе, ол сіздерге жат ой, сіз олармен келіспейсіздер жалпы бұлымен. Енді 25 жасқа дейін айтады, бұл дәлелденген. 25 жасқа дейін алған білімін сенімді болады. 25 жасқа дейін сенің жасаған іс-әрекетің көрінеді. 25 жасқа дейін сен егер еш нәрсе жасамай ынжық болып, бір орында қалып, бір сарында жүре берсең, сен 25 жастан кейін тек қана биологиялық тұрғыдан тірі боласың, ал рухани тұрғыдан өліп қаласың. Әрі қарай өмірінің барлығын, не дейді, ал көзің қараңғы болады, еш нәрсеге диван батыр дейді ғой бізде. Диван батырдың біреуі боласың, анау жаман, мынау жаман, бірақ өзің еш нәрсені жасап көрмегенсің. Жетістікке жетіп көрмеген, қиыншылық көрмеген. Жаңағыдай ғой, iPhone 15 Pro Max қой бізде ең соңғы шыққан. Оны өз еңбегімен жеткен адам да ұстай алады, оны басқалардың жаңағыдай алып берген адам да ұстай алады. Екеуі де табысты адамға жатпайды ғой. Мынау өз еңбегімен жетті, вот мен соны табысты дер едім. Өйткені құнын, бағасын біледі, кез келген нәрсенің. Осы Мен жеке өзімді айтатын болсам, мен мектеп бітіргеннен кейін Мәскеу қаласында бір жоғары оқу орнында оқыған, бір жыл сол жақтан грант жеңіп алып. Енді қарап отырсақ, ол жақта енді адамдардың өмір сүру деңгейі, олардың энергиясы, өмір сүру жылдамдығы ол біздікімен әлдеқайда жоғары деңгейде айырмашылық бар. Енді сол жақта оқыдық, көрдік, одан кейін өзіміздің өңірге келдік. Енді бір түйгенім дұрыс орта. Жаныңда дұрыс жаны ашитын адамдар. Енді осы күнге дейін бізде менің досым болды, әлі де бар. Сол екеуміздің осы алға қойған мақсаттарымыз бар. Осы нәрсеге жету керекпіз, А точкасынан Б точкасына дейін. Соған жетіп келе жатырмыз. Енді мен айтайын дегенім, ең алдымен дұрыс орта ғой, себеп болған. ең бірінші жасаған қадамдар ол дұрыс ортадан басталады деп қалыптастыру. Бір ортаға барып кіру емес, оны өзің қалыптастыру. Өзіңнің жақындарыңнан, өзіңнің ортаңнан сондай. Мақсатың, мүддесі бір адамдарды қалыптастыру. Идеялары, бірдей, көзқарастары. Негізі жетістікке жетуге тек бір ғана нәрсе себеп болды, ол волонтер болу. Қоғамда мен өзім 14 жасымнан бастап волонтерлықпен айналысқам, мектеп қабырғасынан бастап. Неден басталды? Жаңа көшеде кетіп бара жатамыз, арқамызда сөмкеміз бар, мектептің формасымен әже кетіп бара жатыр, екі қолында ауыр пакет тамақпен кетіп бара жатыр үйіне. Білмеймін, не дейді жаңағы пенсия түсетін уақыт дейді ғой сол кезде. Ауылда жүрміз. Апаның қатты қинап бара жатқанын көреміз да. Қасымда бірге оқитын сыныптасым бар. Екеуміз бірге үйіне дейін жеткізіп салдық. Сол нәрседен басталды барлығы. Одан кейін кішігірім жаңағы оқушы балалардың басын қосып, өзіміз бірге бір жақсы қайырымды істер жасайық деп, жаңағы ауданда тұратын жалғыз бастылар бар, қарттар бар, ардагерлер бар. Солардың үйіне барып, мекенжайлық көмек көрсетеміз. Өзіміз жаздың күні барамыз. Жаңағы енді күнде ауыл кішкентай, бір-бірімен көшені өткен сайын байқайсың, біреуінің шөбі өсіп кетеді, біреуінің қыста көмірін тасып беру керек болады, отынын жарып беру керек болады деген секілді. Сондай игі істерді бастап мен ойлаймын, негізгі менің түбімдегі фундамент ол осы нәрсе. Егер осы іс-әрекеттер, жаңа Сабыржан мырза да жақсы айтып өтті, жақсы орта қалып келді. Жақсы ойларға, жақсы іс-әрекеттерді жасауға алып келді. Біз сол анау тамырымыз, көшетіміз кішкентай кезден бастап жақсылықты істегеннің арқасында мүмкін қазіргідей бір неге жетіп отырмыз. Жетістікке жетіп отырмыз, Ал негізі сізді волонтер бол немесе сонымен айналыс деп ешкім бағыттаған жоқ, инстинктивті түрде өзіңіз қаладыңыз, оған өз қалауыңызбен келдіңіз, волонтерлық деген андай ғой, ешкім ақша төлемейді саған. Сен міндетті болмайсың, немесе қарыздар болмайсың. Сен мынау жүрегің арқылы бір қайырымды іс жасаған келеді. Немесе ерікті негізі біреуге көмектесін келеді. Біреуге болсын деген келеді. Сол секілді ғой бұл да. Тек қана өзіме емес, сонымен қатар қоғамда, жан-жағымдағы адамдарға да байланысты. Өте керемет. Мен деген
принциптан біз деген принципқа көшетін уақыт келген секілді. Мысалы бұрындар тек мен ғана іше берсем, мен ғана кие берсем, менде ғана болса екен, мен ғана жете берсем деген ғана түсінік болатын. Негізі ол өте қате нәрсе. Өйткені біз мынадай ғой, тек жақындарымыз, мысалы билікке барсаң да туысқандарыңды қасына тартып алу билікке деген сияқты ондай нәрсе сәйкесінше біздің ортамызда болмау керек. Неге? Біз бүкіл жақсылықты, игі істерді қоғамға жасауымыз керек. Отбасыға емес. Өйткені отбасымыз сол қоғамда өмір сүріп отыр. Ал осындай жолға келуге мысалы кез келген адамда бір мақтануға тұрарлық, айта кететін ағаларымыз бар, иә, алдымызда жүрген, жол сілтеп жүрген, сондай бір ментор ағаларыңыз бар ма? Мүмкін әпкелеріңіз болар. Сол жандар жайлы қысқаша айта кетсеңіздер, жалпы қай бағытта сіздерге көмек берді деген сияқты, қай бағытқа жол сілтеді деген сияқты ақпаратпен қысқа ғана. Енді өзіміздің өңірде аға буын ағаларымызды айта аламыз, енді атын атап түсін түстемей қойайын. Сол аға буын ағаларымызға қарап үлгі алдық қой. Солардың жүріс тұрысына, жасап жатқан әрекеттеріне, қызметтеріне қарап қызықтық. Солай болуға ұмтылдық. Енді дегенмен енді кейбір ағаларымызға жетіп жатсақ, кейбір ағаларымызға жете алмадық деген сияқты. Сол өзіміздің өңірдегі ағалардан үлгі алдық деп айта аламын мен өз жеке басым. Былай бір мынандай менторым болды деп айта алмаймын. Жақсы. Біздің ауылда ментор болмады просто. Жаңағы шынымен де ағалардың рөлі өте неге ие. Кәдімгідей оны айтып өту керек. Біздің қазіргі жетіп атқан жетістігіміздің басым бөлігі сол ағалардың қолдауының арқасы. Мысалы біреуі психологиялық тұрғыда қолдаса, біреуі моральды тұрғыда қолдайды. Сен бір нәрсені жасауға сескеніп, қорқып тұрсаң, арқаннан қағып алға сенің қолынан келеді деген бір ғана сөзі жігерлендіріп жібереді. Сол секілді енді біз Сабыржан мырза да айтып отыр жаңа өзі, мен де ағалардың жылулығы мен қамқорлығымды көріп өстік осы уақытқа дейін. Әлі күнге дейін бізге қамқорлық танытып жатқандар бар. Біз оларды білеміз. Енді біздің қойып отқан миссиямыз, бізде міндетті түрде артымыздан келе жатқан інілерімізге сондай қамқорлық көрсетуіміз керек. Сосын біз олардан сұраймыз. Сендер де інілеріне жасаңдар деген нәрсені. Солай бір пирамида сияқты бір-біріне кетсе, өнегелеріңіз, өздеріңіздің. Қоғам дұрыс болады сол кезде. Біз жаман әдеттерге бармаймыз. Қоғам бір-біріне жаны ашып тұрады. Әр қазағым жалғызым деп кәдімгідей жыртығын жамап беруге дейін барады деп айтсам, ол қате болмайтын шығар мүмкін. Негізі осы ойыңызбен толықтай келісем. Осы жерден сіздерді мысалы жақсы орта дедіңіздер, иә? Табысты жан болу үшін міндетті түрде материалды жақ қатты рөл ойнамайды дедіңіздер. Енді бұл бір белгілі бір принциптерден шығады ғой, иә? Бір қағидаттардан, ережелеріңізден өздеріңіз ұстанатын. Қандай, мысалы, топ бір 3 қағидаттарыңыз бар. Осыдан бас алмаймын, осыны міндетті түрде ұстанамын деген. Адамның өміріндегі бір үлкен ұры бар. Ол уақыт. Уақыт сен өмірін ұрлап жатыр. Мен өзім қатты ұстанатын нәрсем, уақытымды мүмкіндігінше тиімді пайдалансам. Өйткені уақыт деген қазір таң атады, кеш батады. Белгілі күнде Алла тағала 24 сағатты нәсіп еткеннен кейін біз міндетті түрде сол күні жақсылығымызды жасауымыз керек, өзіміздің жоспарымызды іске асыруымыз керек, жаңағы жұмыстағы алға қойған мақсаттарымызды орындауымыз керек деген секілді. Ең бірінші құнды дүние мен үшін уақыт. Уақыт принцип. Екіншісі ол үздіксіз білім алу. Қазір су секілді, мысалы мына су дәл осылай қалып кетсе не істейді? Бұл шірейді. Бұны ешкім ішуге жарамай қалады. Өйткені бұл ұзақ уақыт тоқтап қалды. Сол секілді бізде қазір үздіксіз дамымай, мынау заманның алып келіп жатқан жаңа білімдерін, жаңа терминдарын өзімізге сіңірмесек, онда бізде осы су секілді шіріп кетуіміз әбден мүмкін. Ол кезде біз қоғамға жақсылықпен емес, жаңағы отырып алып, басқа бір жаман іс-әрекеттерін жасайтын адамдардың қатарынан көрініп қаламыз. Ол да мүмкін. Үшінші принцип ол жауапкершілік. Міндетті түрде айтады ғой, 32 тісінен шыққан сөзді міндетті түрде 10 саусағымен істеу керек деген секілді. Сондықтан біздің сөзіміз бен ісіміз сәйкес келіп тұрса бір-бірімен, одан кейін міндетті түрде бір нәрсені жасаймын деп, бір нәрсені істеймін деп өзімізге жауапкершілік алсақ, біз сонымен ауыруымыз керек. Оны бітірмейінше, оның нүктесін қоймайынша бізге тыным болмауы керек.
ол менің түсінігімде ешқандай нәрсе үтір күйінде қалып қоюға болмайды. Жақсы. Ал бұл принциптерді, яғни ережелерді қалыптастыруға біреу мысалы әсер тигізді ме сізге? Мүмкін отбасыңыз деген сияқты. Дәл осы 3 қағиданы ұстауым деп жаңа менторлар айтқан жоқ бізге. Иә, ол енді жұмыс барысындағы өмірдегі өзіміздің жинап Көре, тиеп бір топ деп қалыптастырып қойған нәрселер. Бірақ бұл үшеуімен де шектелмейді. Бұдан кейін де бар. Бірақ ең маңыздысы Ең осы бастысы сіз үшін. үшеуі. Ал сіз үшін? Мен үшін айтады, өмірде адам болу ең қиын мамандық дейді. Мен үшін ең бірінші орында ол адам болу. Жай ғана адам болу. Оның ішіне барлығы кіреді. Қарым-қатынас, сыйластық, кез келген адамның деңгейіне түсіп, оның жағдайына кіре алу деген сияқты. Одан кейін екіншісі soft skills деп қазір айтады ғой. Заман, қоғам мынау үздіксіз даму үстінде, минут сайын, секунд сайын түрлі жаңалықтар, технологиялар болып жатыр. 3 ай сайын тұрақты түрде даму. 3 ай сайын бір жаңа қабілетті, дағдыны бойыма сіңіру, игеру сол қабілеттерді. Енді үшіншісі, әрине біз енді жаңа Нұрасыл мырза айтып кетті ғой, әріптесім. Біз қаншама өзіміздің қызметтен бөлек жобалармен айналысамыз. Ол жерде бізде ең маңызды дүние ол жауапкершілік. Енді көріп жүрік қаншама әріптестерімізді. Көпке топырақ шашпаймын, жауапкершілікті алып алып, оны уақытында жасамайды, немесе ойдағыдай ақтамайды. Кез келген дүниеде мейлі адаммен қарым-қатынас болсын, мейлі кішкене дүние болсын, ол жерде үлкен жауапкершілік бар. Сол жауапкершілікті сезініп, өзіме артылған үмітті үнемі ақтау. Ол сіз үшін өте маңызды, иә? Енді жаңа адам болу деп жатырмын ғой. Ол маған, мен әжем жолсерік болған. Қызылорда Көкшетау деген пойызында 25 жыл жолсерік болған. Мен кішкентай сынымнан бастап сол әжемнің жанында жүргем, жолда өскем десем де болады. Мен енді 4 күн, 2 күн барады, 2 күн қайтады. Сол кезде 50 адаммен, 100 адаммен қарым-қатынас, контакт. Коммуникация. Енді жолға бол. Қыл көпірдің үстінде кетіп бара жатырмыз. Бәріміз бір дейміз. Қаншама тағдыр, қаншама кәрісі бар, жасы бар. Сөйтіп мен адаммен шынымен қарым-қатынас жасауды үйренгем. Содан кейін мен адамдықты, адалдықты всегда бірінші орынға қоямын. Осыдан кейін. Осылай маған келген бұл нәрсе. Адалдық өте маңызды принциптардың бірі, иә, сіз үшін өте керемет. Осы жерден енді былай айтамыз ғой, қазір барлық желіде осындай термин бар, успешный успех, иә, бәрі тек қана керемет, мен осындаймын, мен осындаймын, мынандай дәрежеге жеттім, керемет, маған қараңдар деп айтады. Бірақ оның артында көптеген сәтсіздіктер тұр, иә, ол адам жетістікке бірден жеткен жоқ. Мысалы, сіздерге бір сабақ болған жағдай жайлы бөлісе аласыздар ма? Мүмкін осы сабақтан кейін бір айтады ғой, крутой поворот деп, мүмкін сіздерге бір қатты әсер еткен жағдай бар болса? Менде ондай жағдайлар көп болды. Оның барлығы өзімнің кесірімнен, өзімнің кінәмнен. Мен ақ көңілмін, адамға сенгішпін. Соның кесірінен көптеген жанымызда жүрген адамдарға, жастарға, енді өскенін қалайсың, сол жұмысты жасағанын қалайсың, сөйтіп сені тапсырасың. Қаншама дүниелерді. Бірақ ақыр аяғында ол бүкіл жаман аттың барлығы саған келеді ғой. Мен сөйтіп талай бір сәтсіздіктерге тап болғам. Қазір енді адамға сенуім қиындап болды. Қазір ақ көңіл емеспін. Қазір жаным. Өте керемет. Ол қасиет сізде бірден пайда болған жоқ, иә? Оның барлығын көріп, жаңағы сабақ алып, содан кейін қалыптасты. Қаяқ болып тиді ғой барлығы. Өте негізі ойланарлық жағдай екен. Негізі Сабыржан мырзамен жақсылап жұмыс істеңіздер. Жауапкершілікпен қараңыздар. Сәтсіздік. Жаңағы айтып отыр ғой, ақ көңіл. Қазақта ақ көңілді құртады ғой. Біз бейшара андаймыз ғой. Өзіміз сияқты көреміз жұрттың бәрін. Бір күні Қызылордада жұмыс жасаймын ол кезде. Бір ауданның жаңағы әкімі қабылдауына шақырғысы келеді ғой. Сөйтіп бер жағындағы әкімнің орынбасарлары бар, бөлімнің басшылары бар, тілдесе келе, олар белгілі бір лауазымдағы жаңағы қызметті ұсынып жатыр екен. Сен келгенді қалаймыз, өзінің жаңағы осы жерде өркендет, осы жердің жастарын дамыт деген сияқты. Сөйтіп ала дорбамды арқалап, мен де жетіп барған ғой. Ақ көңілі қайтсын енді. Сөйтіп әкіммен кездестік. Жаңағы әкімнің кабинетіне бірінші рет кіруім ол кезде. Осыдан 1 жыл бұрын ғой.
балам қалайсың деп қолынан алып амандасып орнынан тұрып кәдімгі әкімнің қолын ұстап тұрмын түсім сияқты қазір сенбеймін бірақ өз өзіме ше бірақ өмірде болып жатыр әкімнің орынбасары екеуміз кіріп тұр арқамнан құттықтайды ғой ал қызметің құтты болсын дейді да қасындағы өзінің орынбасарына тапсырма берді мына баланың жаңағы приказын шығарыңдар ертеңнен бастап қызметіне кіріссін деп енді бір қызық шығып алдық рұқсатын алдық мен әлі біртүрлі болып сезініп жүрмін әлі енді қаладан қайтадан ауданға келем ба деген секілді бір не болды өйткені мен ауданнан қалаға барғанмын әрі қарай өсіп кетемін деген сияқты бір өзім мақсат жоспарларым болған бұл да бір құдайдың жазғаны шығар деп ертең таңертең жұмысқа қосылуың керек дейді тәуекел дедіңіз иә жақсы дедім отбасымен ақылдастым әйтеуір жан жағымның барлығы ағайындарым барлығы қолдады қалаға қайтам бүкіл әріптестерге рахмет үлкен қолдауларыңызға енді мынау баланың жолын ашып жатсыздар сіздер бір үлкен лифт болдыңыздар сөйтіп қоштасам ғой шығарып салады мені кешке ауданға қарай жолға шығайын деп жатсам звониды телефон шырлайды алам кішкене күте тұрасыз ау дейді маған жарайды ана жақтан жұмыстан шығып қойдыңыз иә жұмыстан шығып қойдым күте тұрасың кішкене айтамыз хабарын бір күн өтті 2 күн өтті 3 күн өтті хабар жоқ сөйтіп бір күні звондайды сол артынан ізін суытпай бір 2-3 күннен кейін басқа адам келетін болды енді сен рахмет деп басқа қызмет ұсынады ғой маған мен ренжіп бармай қоямын сөйтіп сол кездегі сәтсіздік жаңағы сәтсіздік деген нәрседен шығып жатыр да ең бір қатты менің мансабымдағы сындырған нәрсе осы нәрсе болды мен кәдімгі есімді жия алмайтындай енді ары қарай басқа бір жұмыс таба алмайтындай депрессияға түсіп бір енді өз-өзіңді тастап жібересің шынымен де ондай оқиғаларда енді ірі адамдар жүргеннен кейін ірі адам сөйлеп жатқаннан кейін сен ойлайсың бұл нәрсе рас шығар бұл нәрсе шын шығар бір ортада ешқандай қоспа жоқ шығар деп арада 1-2 ай өткеннен кейін қайтадан өзімді қолыма алып жаңағы Міржақып секілді қайтадан жасап алам деген секілді қайтадан бір жаңа леппен енді Қызылорда қаласынан қазір Астана қаласына жұмысқа қосып келдім сол 1 жылдың ішінде бір период бұл жаңағы сәтсіздік деген нәрседен шығып отыр ешқандай адам қателессе де қайтадан жасауға мүмкіндігі бар бір жаңағы мысал бар Сабыржан мырза өте жаңағы ылғи әлеуметтік желілерде болсын өмірде болсын айтып жүреді семинар тренингтерде банан деген мысалы бар бір осы жерге келетін сияқты енді өзі айтып берсе банан деген ол жалпы ғалымдардың жасаған эксперименті ғой 5 маймылды бір тордың ішіне осы жерден Google'дан немесе басқа да іздеуге болатын платформалардан тауып алыңыздар банан деп сосын Сабыржан мырзаның айтқан сөзімен келісесіздер ме соны ойлана кетіңіздер оның негізі мәні басқаша болып шығады ғой негізі жақсы банан жеп отырып көріңіздер десе сөйтіп 5 маймылды қамайды бір тордың ішіне сөйтіп төбесіне банан іліп қояды сонымен енді ішінде маймылдар ойнап жүреді барлығы тордың ішінде сөйтіп қарындары ашады ғой енді олардың сөйтіп жаймен бір маймыл секіреді бананға сөйтіп оған сырттан су шашады адамдар мұздай салқын су шашады типа алмайсың деген сияқты сонымен екінші маймыл секіреді оған жегісі келіп тұр оған да су шашады тағы үшінші маймыл секіреді оған да су шашады уже ана жердегі маймылдардың бәрі қорқып қалды ана қалған екеуі уже одан қорқып секірген де жоқ 3 маймыл су шашты ана екеуіне шашқан жоқ сөйтеді да маймылдардың бәрін алмастырады ана 2 старый маймыл қалады су тимеген сөйтіп 3 новый маймыл кіреді да үшеуінің ойында дым жоқ олар көрген жоқ ана нәрсені тағы да секіреді біреуі оған да су шашады сөйтіп оны шығарып жібереді су тиеді оған и последний біреуі кіреді да жан-жағына қарайды былай қарайды ананың бәрі қорқақ отыр сөйтіп өзі секіріп бананды алады ал оған ешкім ештеңе деген жоқ енді сол сияқты қазір біз бірдеңе бастауға қорқамыз да айналамыздағы адамдардың сәтсіздігінен қорқамыз қарапайым бизнес бастауды айтайық кофейня ашу болсын например мысалға Нұрасыл мырза кофейня ашып сәтсіздікке ұшырады дейік құдай сақтасын бірақ ұшырамаңыз содан кейін ол кісінің сәтсіздігіне қарап мен қорқуым мүмкін да мен ашсам қалай болады екен бірақ істеп те көрген жоқсыз иә мен істеп көрген жоқпын оны банан жеуге қорқыптым да мен сондай Нұрасыл мырза сәтсіздікке ұшырады мен де сәтсіздікке ұшыраймын ба деп бірақ біз қорықпау керекпіз да ол да сәтсіздік болса менде сәттілік болады
Сондықтан бананды жеуден қорықпайды. несібесі әркімнің әртүрлі дейсіз. Иә, әркімге бұйырған әртүрлі ғой, шынымен. Осы жерден енді сәтсіздіктерден белгілі бір сабақ аламыз. Оған ереже, қағидат міндетті түрде қалыптасады, иә. Осы орайда енді жаста болса бас болып жүрген жігіттерсіздер, жастарға беретін бір кеңестеріңіз болса, андай кеңес дегенде енді ойлап қалмаңыздар, андай бір глобалды бір дүние деп. Тек күнделікті өмірде керек болар осы подкастты көріп отқан кез келген жас оқырман өзіне инсайт ретінде алып алатын бір кеңестеріңіз болса. Мен айтып кетейін, Нұрасыл мырза ұзақ айтатын сияқты. Жақсы. Енді әрине ақылгөй емеспіз, біріншіден. Осы алған осы уақытқа дейінгі кішкене тәжірибемізден кеңес болсын, жастарға айтатынымыз жалқау болмау керек. Одан кейін студенттер ғой енді қазір көбісі біздің айналамыздағы. Оқуға түседі қаладан, ауылдан келіп. Бір шәкіртақымен, сосын бір кішкене жұмысты өзіне нәсіп етіп, кәсіп қылып жүрудің қажеті жоқ. Қазір сенің алған бір дипломың ол жарамайды ештеңеге. Қазір деген жаңа мамандықтар көп, неше түрлі нәрсе шығып жатыр. Соның барлығын игеру керек, даму керек үздіксіз. Одан кейін мен осы дүниені жасасам, нәтижесі осындай болады екен ғой деп, сол нәтижесі үшін әрі қарай жұмыс жасау керек. Мен осындай бір кішкене кеңесім бар. Айтады ғой, өзімнің жеке беретін кеңесім ол аз ұйықтап көп жұмыс жасау керек. Себебі қазір қоғамның талабы сондай. Біздің осы поколение, мен көбіне өзімнің қатарластарым айтам, сіздер қазір бір дұрыс жаққа қарай бағыт алып, дұрыс жұмыс жасамасаңыздар, бірнеше жылдан кейін сіздеріңіз арттарыңыздан еріп келе жатқан жаңа буын сіздерді озып кетеді. Сондықтан олардың ортасында бір белгілі жаңағы аға деген статусты алып қалу үшін, оларға қорған болып, қамқор болып қалу үшін белгілі бір жаңағыдай қызметін жасап, өзінің арманы мен мақсаты жолында терлеу керек деп есептеймін. Біз неден аламыз? Мотивацияны неден аламыз? Кеңесті кімнен аламыз? Біз Алаштан аламыз. Мысалы, Сұлтанмахмұт Торайғыровты барлығы білет, 27 жыл ғана өмір сүрген. Сол кісі 27 жылдық ғұмырында бір роман, 5 поэма, 180 өлең, 28 мақала жазды. Оған қаламына, жазуына ешкім кедергі болған жоқ. Сол секілді бізде қазір белгілі бір іс әрекет жасауымыз үшін, белгілі бір жаңа кәсіп деп жатыр, тағы да бір бастама деп жатыр, жасау үшін ешкім кедергі болмайды. Қазір сәйкесінше бұрынғыға қарағанда мүмкіндіктеріміз өте көп. Мемлекеттік қолдаулар да бар, соның барлығын тиімді түрде пайдалану керек деп есептеймін. Одан кейін мен қайта-қайта айтудан жалықпаймын, ол адам білім алудан, ағартушылықпен айналысудан, кітап оқудан, сосын тіл үйренуден мүлдем жалықпау керек. Адам осы білім деген нәрсемен ауыруы керек. Неге? Өйткені бір өмір бойы оқу деген қағида бар ғой. Адам жасы 5-тен қателесін. Жасы 2-3 жастан бастап балабақшаға барады. Мектепке барады, колледжге немесе университетке түседі, магистратура оқиды, докторантура оқиды, ары қарай жұмыс жасайды. Жұмыс жасап жүргенде де қосымша біліктілікті арттыру курстарына апарады, өзінің мамандығы бойынша ары қарай оқиды, зерттенеді, яғни ол өмір бойы оқиды. Сондықтан адам өзінің барлық ғұмырын білімге, ғылымға, белгілі бір ізденіске арнау керек деп есептеймін. Сонда ғана біздің еліміз дамиды. Өйткені қазіргі барлық адамды бірдей білімді қылып жүрмеу мүмкін емес шығар, бірақ біздің жастар білімді болу керек. Жақсы, осы жерден айтып жатырсыздар ғой, жастарға арналған бастамалар. Қазір өте көп мемлекет тарапынан болсын, инвесторлар тарапынан болсын, жобалар өте көп, жастарға мүмкіншілік ретінде. Өздеріңіз жүзеге асырылған, немесе қазір жүзеге асырып жатқан бір жобамен бөліссеңіздер. Қандай кері байланыс бар, қоғамда қандай орны бар, ол жоба неліктен сіз үшін маңызды деген сияқты. Бір кейс ретінде айтып өтейін. 2021 жылдан бастап
жаңағы енді соңғы уақытта әлеуметтік желі жалпы Қазақстанда баяулап дамып жатыр ғой. Ол кезде енді ақпараттандыру аз болды ма, бір Инстаграм желісін қарап отырып шағын гранттар байқауы деген жарнаманы көреміз. Ол кезде біз волонтерлік қызметпен айналысып жүреміз, ерікті боламыз, қайырымдылық іспен айналысып жүреміз. Иә, Қызылорда қаласында. Ары қарай бастамашыл топ құрып, жаңағыдай өзіміздің жанашыр деген адамдардың ортасын қалыптырып, неге осындай байқауларға қатысып көрмеске деген бір ой пайда болады бізде. Сөйтіп, жаңағы мемлекеттің беріліп жатқан несі ол? Қаражаты, яғни өзін белгілі бір тақырыпқа сәйкес жоба ұсынысын, сол жобаға сәйкес егер комиссия жаңағы өтімді деп қабылдап жатса, шынайы керек деп есептеп жатса, онда сіздің сол ойыңыздағы жүзеге асыратын жобаға олар қаржы құяды, яғни қаржыландырып береді. Сөйтіп, біз командамызбен бірге 18 жобаны әзірлейміз. Қазақстан бойынша бізде командада 10-ға жетпейді. 10-ға жетпейтін адам бұл. 6-7 адам. 18 жобаны өздеріңіз жазып шықтыңыздар, иә? Ешкім көмектескен жоқ. Тек бар білімдеріңізбен 4 айдың көлемінде өзіміз дайындап, комиссияның алдында ұсындық. Бірақ арада уақыт өткеннен кейін бізде тек қана нәтиже бойынша 2 ғана жоба жеңімпаз болып табылды. 18 жобадан 2 жоба. 16 жоба өткен жоқ, яғни өзекті деп табылмайды. Жаңағыдай ғой, бұл да 2 жобаны іске асырдық, өте сәтті, керемет тәжірибе болды біз үшін. Біз келесі жылы да банан жеуге қорыққан жоқпыз. Біз ары қарай да жалғастырып көрейік деген секілді өзіміздің 2022 жылға жоспарымызды құрдық. Сәйкесінше біз ол кезде бірнеше жобалар жаздық, бірақ олардың мысалы жаңағы 18 жобаның 2-ңнен ғана жеңімпаз болып табылып тұрсақ, 2022 жылы жазып шыққан жобалардың ішінен 80%-ын біз жеңімпаз болып табылдық. Яғни біз ортадағы уақытта не істедік? Қысқы айларда, тағы да бір басқа бос көктем айларында ары қарай зерттедік. Біз былтырғы қателікпен жұмыс жасадық. Біз неге қате жаздық, дұрыс жазуы қалай еді, немесе біз арнайы бір аналитикасын, арнайы бір зерттеулерін қате жасадық па деген секілді біз сұрақты өзгеге қойған жоқпыз, өзімізге қойдық. Бұның барлығы жаңағы ең соңында айналып келгенде нәтижеге келіп тіреледі ғой. Біз бір нәрсені жасасақ, міндетті түрде артынан результатын күтіп отырамыз. Алма ағашын егеміз да, ертең алма шығып кететінді күтеміз ғой. Сол секілді біздің әлі күнге дейін айтамын, мына 2023 жылы жасаған жұмысымыздың нәтижесі 2024 жылы береді. Арадағы сол 1 жыл мен 3 жылдың аралығындағы уақыт. Сондықтан ол өте ұзақ жаңағы процесс алады. Оған қатты бір асықпау керек. Біз тоқтамай жасай беруіміз керек. Бізге жеміс өзі келеді. Біздің жолымыздан өзі шығады. Біз соларды теріп жүреміз. Комбайн секілді ғой. Комбайн егінін орып кетеді. Артындағы адамдар оны жинайды. Жинағаннан кейін белгілі бір өңдеуге жібереді деген секілді. Өнімді мен өзім дәл осылай елестетемін. Сонда 18 жобадан тек 2 жоба ұттыңыздар, иә? Қандай сезімде болдыңыздар андай? Неге 2 жоба деген сұрақтар болмады ма? Одан кейін 3-4 күн бір-біріміздің көріспей кеттік. Бір-біріміздің бетімізге қараған жоқпыз. Сен кінәлісің, жоқ сен кінәлісің. Айттым саған ананы жазу керек деп. Бірақ біздің өзімізден кінә актуалды қоғамдағы қарамағанбыз, не актуалды. Енді жоба деген бұл проблеманың шешімі ғой. Шешімі, иә. Барлық жерде жобалар солай әзірленеді негізі. Мемлекеттік деңгейде де басқа болсын, шағын болсын, үлкен болсын. Біз сөйтсек өзімізден екен кінә барлығы. Сөйтіп 2 жобамен жұмыс жасауымыз алғашында. Ал грант сомасы егер жасырын болмаса? Бізде 2021 жылы біргеміз үміт деген жоба бойынша жеңімпаз болып табылдық. Ол кездегі ереже бойынша бір жобаға 500 мың теңге. Сол кезде 2 жоба біз 1 миллион теңге жұмыс істедік. Сонда 2 жоба бір бағыттан, иә? Бір бағыттан, иә. Жақсы. Сіздерде тағы кейс болса? Бар ма кейс? Немесе ары қарай жалғастыра берсек болады осы орайда. Жалғастыра берсек, ойға келіп отырса айтып отырайық, сол дұрыс сияқты. Бөлісіп отқан негізі кейстар өте қызықты болады деп ойлаймын. Өйткені көп жастар сондай гранттарды былай айтқанда бір категория ғана біледі. Жыл сайын сондай грантқа қатысатын. Былай ғой, сіздің айтқаныңыз ең түсін жаңа Нұрасыл әріптесім айтып кетті ғой. Әлеуметтік желіден көріп қалдым деп. Бізде енді қазір Instagram, TikTok дейтін бір қоқысқа айналып бара жатыр ғой ше. Пайдасыз ақпараттар өте көп. Біз именно сол пайдасызын тауып аламыз да ішінен. Ал егер шынымен сен қызығып ізденсең, ішінде жетеді қорлар бар бөлек демеушілер бар.
біздің министрліктің өзі қаншама грант ұйымдастырып жатыр жыл сайын. жыл сайын жастарға ол қолдау. Әсіресе жаңа басталған кезде айттық қой біз НИТ санатындағы деп. Сол НИТ санатындағы жастар үшін үлкен мүмкіндік. Бұл министрліктен бөлек жергілікті әкімдіктің өзі қаншама гранттар ұйымдастырады, қаншама жобалар ұйымдастырады, соның барлығына қатысу керек, көру керек, дұрыс ақпарат қарау керек. Осы жерде НИТ санатынан шығатын бір өзекті сұрақ деп ойлаймын. Қазір көбіміз былай айтқанда ғаламторда, яғни ғаламтордың желісіндеміз, барлық өмір сол жақта қайнап жатыр әйтеуір. Ал НИТ жастарына кітапты оқыту, кітапқа көңіл бөлу үшін не істеуге болады? Мысалы, кітапқа деген қызығушылықты қалай оята аламыз? Кітап беру керек шығар. Ең қиын нәрсе негізі НИТ санатымен мен өзім тікелей жұмыс жасадым. 2020-2023 жылдар аралығында жастар орталығында жұмыс жасадым. Қызылорда қаласында Қосыл деген керемет жастар орталығы бар. Жазылып қойыңыздар деп жатыр. Жаңағы тапсырмалар келеді министрліктен, ең жаңағы қиын жұмыстардың бірі осы деп атасақ болады. Себебі оның әлі күнге дейін белгілі бір базасы құрылмаған. Мысалы, адрестік жұмыстар жүргіздік, тағы да бір басқа жаңағы әріптестеріміздің көмегімен арқылы жеке мәліметтерін алдық. Мысалы, бүгін сізді жұмыссыз деп тіркеп алып, ертең сіздің үйден шығып, Сабыржан мырзаның үйіне барып, ол кісіні тіркеп алып жатсақ, сіз ертеңгі күні жұмысқа тұрып кетсеңіз, сізді тізімнен алып тастау керек болады. Ал оған хабарласатын ешкім жоқ бізге. Сол секілді ең қиын нәрселердің бірі. Оларды мен ойлаймын, ең бірінші кітап оқудан бастап емес, оларға кішігірім осындай волонтерлықтан, кішігірім қайырымдылық жасаудан, жалпы қоғамдық қызметке, жаңағы ұжымдастыру дейді ғой, бір 4-5 адамның басын қосып, солардың қасына қосып жіберуге жұмыс жасау керек секілді. Өйткені ары қарай жақсы ортаға қосылып, қоғамға деген пікірі пайда болып, өзін оятып жатса, онда ол өзінің бақытында болады. Ол сәйкесінше кітап оқымауы мүмкін. Ол бір керемет машинист болуы мүмкін, керемет тракторларды айдауы мүмкін. Басқа бағытта өзінің жаңа қырларын ашып алып кетуі мүмкін. Сондықтан біз енді бір керемет нәрсе бар. Енді ауылдық жерлерде жақсы жүзеге асады. Көше комитеттері деген бар. Жаңағы қариялардың бір несі бар. Өздерінің орталары бар. Солар үйде жатқан баласын ояту керек секілді. Әскерге жіберіп, жұмысы жатқан. Енді олар өздері біледі ғой ауылда. Пәленшенің баласы үйде жатыр, жұмысы жоқ. Мынаның баласы бір қызметте жүр, қалаға кетті деген секілді бір нелер болады, ойлар болады. Енді сол ана жатқан баланы ояту керек. Ары қарай қалаға жіберу керек, мүмкін бір жаңа жұмыс орындарына, жұмысқа бір мәжбүрлеп болса да тұрғызып көріп, итермелеу керек ол адамды. Сосын ары қарай ол адам өзі түсінеді. Бір күн жасайды, 2 күн жасайды, 3-ші күн. Негізі ол қаншалықты эффективті деп ойлайсыз? Мысалы, мені қаламаған жерге, мені жұмыс еткізсе, жіберсе, ол қалай ойлайсыз? Ары қарай алып кете ала ма соны? Ол былай ғой. Адам оның еркіне берсең, оның бәрібір. Үйінде жатқан адамның наоборот тәртіпке үйреткен бір сөз бар еді ғой қазақта. Аюды да намаз үйреткен таяқ деген сияқты. Өзі қаламаса да оны жасату керек. Зато бізде НИТ санатындағы жастардың саны азаяды. Енді одан бөлек не только олар кітапты оқымайды. Қазір қызметте жүрген небір адамдар да кітапты оқымайды ғой жалпы. Кітап оқу дейтін дүние азайып бара жатыр ғой. Осы тенденцияны қалай қайтаруға болады, мысалы? Қайтаруға емес, жандандыруға деп айтайықшы. Бізде қазір кітап сататын жерлер көп, электронды кітап та көп, ашық қой барлығы, барлығы тегін, қолжетімді. Мен ойлаймын бұл мынау кішкентай кезінде фундаменттің дұрыс еместігі шығар деп. Қазірден бастап осы кішкентай біздің келесі толқынымыз бар ғой. Сол ата-аналар сол балалардың бос уақытын болдырмау керек сияқты. Например, азаннан түске дейін мектептен шығып ол үйірмеде қосымша білім алып, одан бөлек тағы не? Күнде кешке жарты сағат кітап. Мысалға, сіздердің жұмыстарыңызда күнде жарты сағат таңертең кітап оқиды ма? Мен жұмыс жасайтын бірлестікте андай жаңағы ұжымдық мәдениет дейді ғой. Бізде кәдімгі еңбек шартына сәйкес жұмыс уақытында жарты сағат кітап оқуға рұқсат берілген. Яғни бүкіл жұмысымды былай қоя тұрып, мына жақтағы өзінің кітабымды оқысам. Рухани дамуы, бұл барлық ұжымдастарға айтамыз. Егер сіздер осы подкастты көріп отырсаңыздар, міндетті түрде қолданыңыздар, өте жақсы эффект береді. Еще тағы да қоса кетейін, кітап оқитын адам мен кітап оқымайтын адам бөлек болады өзі. Кітап оқитын адамның ойлау қабілеті жоғары болады, интеллектісі кәдімгідей дамыған, сөз саптауы, сөздік қоры, ол мейлі ол әдеби кітап оқысын, ертегі оқысын, бәрібір оның сөздік қоры, деңгейі басқаша, деңгейі жоғары болады. Сондықтан біздің әрбір жасымыз кітап оқу керек. Негізі қаншама біздің Абай бар,
айта берсе көп қой, қаншама жазушы ақындарымыз бар. осы жерден бір кітап. Фундамент дегеннен шығады қазір, айтып жіберейін. Жақсы. Бізде ата-аналар анадай ғой, өздері телефон қарап отырады да, баласына кітап оқы дейді. Ол өзі телефон ұстап отырса, баласы оқымайды мүлдем. Міндетті түрде. Иә, ол егер біз отбасымыздағы балаларды белгілі бір дағдыларға дамытқымыз келсе, жасатқымыз келсе, сол нәрсені біз бірінші өзіміз жасауымыз керек. Бала көргенін қайталайды. Сол секілді, мысалы, біз не үшін кітапты жақсы көреміз, оқығанды ұнатамыз? Өйткені біз аталарымыздан, әкелерімізден көрдік. Олар газет оқып отырады, олар журнал оқып отырады, кітап оқып отырады, сосын оқиғаларын бөлісіп отырады. Содан кітапқа деген махаббат пайда болады. Топ неше кітап айтып отыр едің жаңа? Бір кітаптан айтсаңыздар, өздеріңізге жүректеріңізде бір орны ерекше бір кітапты. Енді мен айтатын болсам, бір кітап, ол өзім патриот болғаннан кейін ұлтқа қызмет деген кітапты айтар едім. Ол жерде 10 көшбасшыны мысал ретінде жазған, жақсы жазған. Қалай осы күнгі ұлы державалар, үлкен мемлекеттерді қалай нөлден бастап сондай деңгейге дейін қалай жеткізгені, экономикасын қалай дамытты, халықпен байланысы қалай болды. Осы кітапты оқып көптеген адамның саяси сауаты ашылады деп ойлаймын. Мемлекетті басқару оңай еместігін, біздің ел басымызды жамандамайды сол деп ойлаймын. Содан кейін бір мемлекетті басқармақ түгілі қазір адамдар бір отбасын басқара алмай отыр ғой, қаншама жерге шашып алып. Сондықтан мен осы кітапты оқып көптеген инсайттар, көптеген фактілерді жаңағы Кемел адам атты кітабы жарыққа шықты. Қазір бірнеше басылымнан өтті, өте танымал. Бестселлерлердің бірі деп айтсақ болады. Қазақстандағы бестселлерлердің бірі. Сол кісінің кітабын оқыған дұрысырақ секілді, өте жеңіл жазылған. Сосын барлық қазақтың болмысы болсын, тәртібі болсын, тәрбиесі болсын, жасайтын қызметім болсын, жаңаға мен айтып өткен уақыты болсын, соның барлығын бір жерге жіліктеп, бір жерге жиып теріп жазып, сол кітаптың ішінде біздің қалың оқырманға ұсынып отыр. Енді бұдан да бөлек мен бір нәрсені жаңағы менің принципімде мен көбіне жаңағы 100% деп алатын болсақ 90% мен тек қана осы қазақтың кітаптарын және қазақша кітаптарды оқимын. Оның ішінде қазақ әдебиеті. 10% ғана арасында енді жұмыс барысында тағы да бір нәрсеге қажет болғанда ғана шетелдік кітаптарды оқимыз. Неге? Өйткені көбісі айтып отырады, сырттағы өзге мемлекеттердегі психолог былай айтқан, жаңағы мотиваторлары былай айтқан деген секілді. Біз мотивацияны, біз тәлім тәрбиені кімнен? Біз Абайдан аламыз. Абай аталарымыз айтып кеткен. Дәл сол нәрселер. Просто басқа тілде ол басқа бір терминдармен аталады. Иә, Мәшһүр Жүсіп бабамызды оқу керек міндетті түрде. Кешегі біздің алаш зиялыларымыздың жазып кеткен кітаптарын міндетті түрде оқуымыз керек деп есептеймін өзім. Осы жерден жалпы осындай подкасттар қаншалықты керек деп ойлайсыздар? Мысалы, өзінің тәжірибемен бөлісу, немесе кеңестер беру, кітаптар жайлы тақырыпты көтеру, өзекті қоғамдағы тақырыптарды көтеру. Мысалы, осындай подкасттар жалпы тыңдайсыздар ма? Және де бұндай подкасттар керек пе? Әрине керек. Керек емес деген подкасттарды айтпай қойын. Подкасттар бар ғой, пайдалысы бар, пайдасызы бар. Енді сіздің подкаст осы пайдалы подкасттардың қатарынан болсын. Енді мысалға біз Нұрасыл мырза екеуміз қатты бір үлкен жетістікке жетпесек те, кішкене бір айта алатындай бір дүниелеріміз бар. Біз қазір жарты сағат 40 минуттың көлемінде айттық. Енді бұны көрген адам, мысалға 1000 адам көрсе, соның ішеуінен бір 5 өзіміздің замандасымыз, өзіміздің қатар жасап отыр екен ғой. Мен де жасайын, қай жерім кем деп, ол да бір жанып кетсе, мен сол пайдасы деп ойлаймын. Біреуге тигізген кіттай болсын бір пайдамыз деп. Бір адам болса да, иә, бір ой алып кетсе де. Осы жерде бір нәрсе қоса кетейін. Мен Сұлтанмахмұт Торайғыровтың бір керемет таныстыру деген поэмасынан үзінді келтіргім келіп отыр. Ол өзінің поэмасында былай дейді: Дулатов, Байтұрсынов, Бөкейханов, білемін бұл үш ердің айтпай жайын. Кешегі қара күні болмап еді, бірі күн, бірі шолпан, бірі айым.
олардан басқа кеше кім бар еді, қазақ үшін шам қылған жүрек майын дейді. Яғни өзінің жүрегін шам қылып тамызып, әр қазақты оятайын деп, әр қазаққа білім берейін деп, оқытайын деп, сауатын ашайын деп, олар сол өзінің заманында өздері ұрпақ қалмаса да, өздерін құрбан қылса да, осы елім жерім деп жасады. Сондықтан да бізде міндетті түрде әр қазағым жалғызым деп ұрандатып, әр қазақтың жетістікке жетуі үшін көмектесуіміз керек. Бір-бірімізге жаным деп, бауырым деп, жаңағы бауыр етім деп жылулық танытып отырмасақ, онда біз көп ұзамай құрдымға кетіп қалуымыз да алыс емес. Сондықтан әрбір адам жақсы игі істерді жасап, осы ортасының, қоғамның дамуына белгілі бір үлес қосса екен деймін. Жаңағы айтып жатырсыз ғой, осындай подкасттар керек па деп. Мен бір айға жуық уақыт болды роман жаздым. Өзімнің бақытсыз жан деп аталатын романымды жазып, жарыққа шығарып, барлық жаңағы оқырмандарға доступты бердім оқуға. Онлайн жаңағы форматы да бар, кітап түріндегі форматы да бар. Енді менің кітапты жаңағы шығарып қолыма алып отырмын, енді ақпараттандырайын ба, ақпараттандырмайын ба деген бір сұрақ болды. Яғни қоғам қалай қабылдар екен деген секілді бір қорқыныш болды. Ол өзінің оқырманын таба ала ма, өзі бір ізге түсіп кете ала ма деген секілді. Бірақ жаңағы банан жеуден қорыққан жоқпыз. Сабыржан мырза айтпақшы, біз бердік. Керек болсын, керек болмасын, бұған тоқталған жоқпыз. Ол керек адам, Абай айтады ғой өзінің қара сөзінде. Керек адам өзі түртіп алады, керек емес болса, егер өз сөзім өзіме дейді. Дәл осы позицияны ұстанып алып мен де шығардым, бірақ ол өзінің белгілі бір жемістерін беріп жатыр. Оған автор ретінде өзім куәмін. Сондықтан да сіздерден міндетті түрде бұл подкастты шығаруларыңыз керек. 1000 адамның ішінен, 100 адамның ішінен бір адамның, енді ақыл айтып отқан жоқпыз ешкімге, ой айтпаймыз, ой оятамыз. Бір адамның көзінің жанары пайда болып, біреуі оянса, ол біз үшін жетістік. Сосын міндетті түрде тағы да бір қоса кетейін. Жаһан жолымен деген өзімнің авторлық жобамды жасап жатырмын. Жаһан жолымен деген өзімнің авторлық жобамды жасап жатырмын. Ол жобаның мақсаты осы қазақ жастарының бір интеллигенциялық ортасын қалыптастыру. Осы подкастты көріп отырған кез келген адам осы менің Сабыржан мырзаның белгілі бір командамызға қосыла алады. Ол командада біз тегін кеңестерді береміз, тегін жаңағы өзіміз мотиватор боламыз, өзіміз ментор боламыз, сүйемелдейміз. Аға мектебі жүзеге асырып жатыр. Шешімін табуға барынша көмектесеміз сол жерде. Соны айтқым келген. Жаңағы енді білім қай кезде дамиды, есте қалады, ол әрине бөліскен кезде. Біз өзіміздің алған білімімізді бөліссек, кішкене болсын үзіндісін айтсақ, ол біздің есімізде қалып, біз одан әрі қарай ізденуге талпынамыз. Сол сияқты бұның барлығы қаншама подкасттар бар ғой, сол шақырған қонақтарыңыз бөлісу арқылы өзінің білімін әрі қарай жетілдіреді. Одан кейін жаңағындай қысқа нұсқа айтады. Бір адам өсіп-өніп кетсе, үлкен сауап қой. Өте керемет, сіздерге үлкен рахмет. Біз айтып жатамыз ғой, ең маңызды, ең мықты ресурс ол уақыт. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен рахмет. Және де қымбатты біздің оқырмандар, бақытсыз жан романы, жаһан жолы мен телеграм сілтемесі барлығы осы жерде болады. Және де біздің қонақтарымыз Нұрасыл мырза, Сабыржан мырза, сіздерге үлкен рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, мен сөзімді жерге қалдырмай келгендеріңізге. Осы біздің қонақтарымыздың да Инстаграм желісі астында міндетті түрде көрсетіледі. Жазылып қойсаңыздар болады. Ар қазағым жалғызым деген ұранмен бүгінгі подкастты тамамдаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Не болды енді? Ой, красавцы. Оказывается, біраз әңгіме айтады екенбіз ғой біз, Бізге берсе аттым басы. иә? Не ма? Бауыр, бір нәрсе алдың ба?